Бұл сабағымызда функцияларда decorator деген нәрсе бар. Сол decorator деген нәрсені өтетін боламыз. Яғни бір функцияның ішіне бір функцияны жібереміз, бірақ ол функция орындалмай жатып, функциядан бұрын бір жұмыс істеткізіп, және функцияны орындатып, одан кейін функциядан кейін тағы бір жұмысты істетіп, жұмыс істетіп, экранға нәтижелерін алсақ болады. Енді оны былайша айтқан кезде сіздерге түсіндіру қиындау. Қазір оны жұмыс жасау барысында түсінесіздер. Яғни бір жұмысты атқармай тұрып, оның алдында бір жұмысты атқарып, ол жұмысты атқарғаннан кейін, одан кейін тағы бір жұмысты атқарып, оның нәтижелерін көруге болады. Соны біз бұл бағдарламалауда decorator деп айтамыз. Яғни оны бір шаблон жасап қойсақ, ары қарай бүкіл функцияларымызда оны қолдана алатын боламыз. Енді бір мысал көрсетейін сіздерге. Def дейді. My decorator болсын. Decorator деген функциямыз болсын. Осының ішінде def inner болсын. Мысалы, inner деп алдыңғы сабақтарда жаздық, біз. Енді бұны түсіну үшін жоғарыдағы функциялардың сабақтарын көруіңіз керек болады. Яғни decoratorды жасау үшін. Енді біз жайлап жоғарғы бағдарламалау тіліне өтіп жатырмыз, білесіздер. Сондықтан бұл функцияны білу сіздер үшін өте пайдалы. Print, мысалға, функциядан бұрын дейік. Функциядан бұрын. Яғни бұл жерде мына функцияның ішіне біз функция аламыз. My decoratorдың ішіне, ұмытып кетіппін оны. Яғни функция жібереміз бұл жерге. Біздің def inner деген функциямыз функцияның ішіндегі функция болып тұр, Одан кейін мына жерде функцияны біз шақырамыз, жоғарыдағы функцияны. Одан кейін print деп. Бұл printtің орнына басқа нәрселерді істейміз. Қазір реальный примерлермен де келтіремін сіздерге. Функциядан кейін дейін. Бір пример жазып адамын сіздерге қазір түсіндіру үшін. Функциядан кейін. Экранға жаздырт аламыз. Енді бұл жерде бұл функцияны decoratorды қолдану үшін мен тағы бір екі функция жасаймын. Біреуі мысалға say hello болсын. Тек сәлем деп жаздыратын болсын. Бұл функция. Бұл тек мысал ретінде сіздерге. Printtің ішіне сәлем деп жаздырады. Екінші бір функциямыз болсын. Ол greeting. Say greeting деп аталсын. Сәлемдесу. Так, бұл іштеңе алмайды. Ішіне кіреміз функцияның ішіне. Print пен тек сәлемдесу деп жазсын. Сәлемдесу деп жазсын. Енді біз жоғарыда біз decoratorды құрып алдық. Ол жерде функцияға, осы жерде say hello-ды, greeting-ді шақырамыз. Яғни функциядан шақырылмай тұрып, одан бұрын бір жұмыс істеткізсек болады, және одан кейін де бір жұмыс істетсек болады. Енді оны алдағы уақытта үлкен бір жобаларда сіздерге көмегін тигізеді бұл. Енді бұны decoratorды қолдану үшін былай жасаймыз. Say hello тең my decorator ішіне say hello-ды жібереміз. Мына функцияны жібереміз. Одан кейін екінші say greeting тең my decorator ішіне say greeting-ді жібереміз. Және бұларды біз шақырамыз. Say hello функциясын орындатқызамыз шақырып. Және say greeting функциясын шақырамыз орындатқызу үшін. Ctrl-Shift тырнақшамен терминалымызды ашамыз. Python decor.py деген бізде бағдарламамыз. Enter'ды басамыз. Say hello, non-type object is not callable дейді. Так, бір минут. Say hello, шақырдық. Мына жерде inner'ден кейін біз бұл def'тің return'ын қалдырып кетіппіз. Return inner сақтаймыз. Ctrl-Shift тырнақша орындатқызамыз қайтадан.
мына функциядан бұрын орындалды, сәлем деген жаздырды, say hello функциясы, функциядан кейін деген нәрсені жаздырды. Одан кейін функциядан бұрын деп greeting, яғни сәлемдесудің функциясын орындатқызып берді бізге. Decorator деген нәрсе біз белгілі бір функцияларда қолданамыз бұны өзімізге керек жағдайларда. Енді мына жерде қазір greeting-ті алып тастай саламын, екеуі бір нәрсе. Өйткені текст ұзап кетті. Астындағыларды өшіреміз. Қысқартып қояйын сіздер үшін. Мынаны алайын жоғарыға. Және екінші түрі бар декораторды қолданудың. Мынау біріншісі, былай осы екі қатар арқылы қолдандық. Екінші түрі бар, мынаны комментке алып тастаймын. Екінші түрі декоратордың атын алуға болады, сразу көшіріп. Мына функцияның ішіне шақыр деп алдына собачка қойсақ, онсыз декораторды шақырған боламыз, және say hello мен оны шақырып жұмыс еткізсек болады. Екеуі бір нәтижені береді. Ctrl-Shift тырнақша декораторды бассақ, мына сәлем функциядан бұрын, сәлем функциядан кейін жаздырды. Яғни мына собачкамен де қолдансақ болады. Енді қазір мен бұл қарапайым бір мысал болды сіздерге. Ctrl-K-мен комментке аламын. Келесі бір реальный бір пример көрсетейін сіздерге. Енді оның ішінде бір математикалық амалдар болсын, сондай нәрселер жасатайық. Ол бізге ол үшін import time деген модуліміз керек болады. Import және math математикалық операторларды орындау үшін керек болады. Def деп мысалға бір екі нәрсені орындатқызып көрейік. Мысалға дәреже алу. Дәреже деген бір функциямыз болсын. Ішіне A және B деген сандарды алсын. Және ол printпен math.po дәреже алу A мен B-ны экранға жаздырып берсін. Және бұны алмай тұрып, бізде start деген айнымалы болсын. Time бұл бізде секундты, бастапқы секундын алып береді. Одан кейін 1 секунд ұйықтатамыз оны. Sleep 1 секунд. Енді одан кейін қанша секундта жұмыс жасап бергені туралы есептетіп алып жатырмыз мына жерде. Finish time бұл жерде де аламыз және экранға printпен жаздырдық. Print мысалға функция дейік, жоғарыдағы берген функциямыздың атауын жаздырсақ болады. Мысалға қазір көрсетем, 1 минут. Атын жазбай ақ қоя салайық, бірінші былай жазайық. Функция плюс str-ге айналдырып, finish'тен алып тастаймыз стартты. Сол кезде секундты беріледі. Плюс секундта жұмыс істеді. Дейік. Экранға жаздыртайық осыны. Мына жерде тек po-ды алып жатыр, дәрежені алу. Енді дәл осылай екінші функциямызды жасап шығайық. Бұл реальный бір күшті нәрсе болсын сіздер үшін. Екіншісі дәреже емес, факториал болсын. Факт десе алайын. Факториалға бір ғана сан алады ол жерде. Ішінде po емес, мына жерде factorial деген функциямыз бар. Оның ішінде тек A-ны ғана алса жеткілікті. Бұл функцияның нәтижесін сразу жаздырып жатыр. Енді бұл екеуін мысалы қолданып көрейік мына жерде.
Бізде біріншісі дәрежеге мысалы 2-нің 3 дәрежесін алу деген нәрсені берейік. Екіншісі бізде факториалға мысалы 4-тің факториалын ал дейік. Жұмыс істетейік, Ctrl-Shift тырнақша орындатқызайық. Мына 8, яғни 2-нің 3 дәрежесі 8. Бұл функцияны 1 секундқа ұйықтатқанымыз үшін 1 деп алдық. 0,000 секундта жұмыс істеді дейді. 4-тің факториалы 24 дейді. 0,000 секундта жұмыс істеді дейді. Енді біздің мақсатымыз бұл жерде факториал тек факториалды ғана алып берсін. Ал жаңағы дәрежені алу тек дәрежені алып берсін. Ал мына жердегі старт уақыт есептеу функциясын басқа бір функцияға жасатқызайық. Оны біз декоратор ретінде қолданайық, оны жаңағы уақыт есептеу функциясын. Def уақыт деген функциямыз болсын біздің. Ішіне саламыз. Оның ішінде def inner, декораторымыздың ішіне inner'ымыз бар. Бұл def inner бізде мынаны алады. Бұл уақытымыз біздің функция алады, білесіздер. Функция болғаннан кейін мынаны алып мына жерге қоямыз. Time sleep, одан кейін функцияны шақыртамыз осы жерде. Функцияны шақыртамыз және мына finish на printті x деп ала салайық. Мынаны да өшіре салайық. Жаңа айттым, бұны қалай болатынын. Тек функция өзінің функциялық жұмысын атқарсын, болды, қалғандары қалсын. Енді print деп мына жерге функцияның атауын берсек те болады. Так, на секундта дедік. Тағы да плюс дейік. Ортасына алайық. Мына жерге нижний name нижний десек, функциямыздың атауы келеді мына жерге. Және плюстен кейін тырнақша алып бос орын қалдырайық. Секундта орын жұмыс істеді деп жасатайық. Уақыт деген декораторымызды алайық. Мына жерге return мен қайтарайық inner'ді қайтарайық. Одан кейін декораторымызды қолданайық. Уақыт астына тағы да уақыт деген декораторды қолданайық. Енді шақырайық. Мына жерде біздің функцияларымыз дәреже тек дәрежені алып береді. Факториал тек факториалды алып береді. Бірақ біз inner'дің ішіне мынандай нәрсе алайық. Args деген жұлдызшамен Args кез келген сандарды алсын. 2 жұлдызшамен keyword Args'ты алсын. Өйткені кез келген нәрселерді біз жұмыс істеткізе алуымыз керек. Бұның ішінде сақтаймыз. Жұмыс істеткізіп көрейік. Так, қате алдық. Демек, мынаны біз x деймізді, мұны функцияның ішіне жіберіп көрейік. Ол мына жерге де келсін. Және сақтайық. Ctrl-Shift тырнақша орындатқызайық. Мына 8 деп жасап берді. Ол функция атын шығарып берді. Дәреже деп шығарып берді. Және функцияның атауын шығарып берді. Мынандай секундта жұмыс істеді деп берді. Екінші функция факториал екенін жазып берді. Жаңа name арқылы, және оның мынанша секундта жұмыс істегенін шығарып берді бізге. Енді бір декораторды жасап болғаннан кейін біз ары қарай оны смело қолдана береміз, кез келген нәрсемізге. Мысалға, қосу деген уақыт деп жазып қоя салайық мына жерге сразу. Def қосу. Ол жерге мысалы A мен B-ны
берейік. Print А қосу Б. Экранға А мен Б-ны қосып шығарып берсін. И оны да мына факториалға несіне жібердік. Мына жерге қосу. Мысалы 10 мен 20-ны қос деп шығарып берсін. Ctrl-Shift тырнақша орындатқызайық. Арада 1 секунд ұйықтап жатыр, көріп отырсыздар. Слейпті тоқтаттық біз. Мына функция қосу бірді алып тастайсыздар. Сол кезде оның таза секунды шығады. Миллисекундтарда орындап жұмыс істеп жатқаны көрінеді осы жерде. Бұл декораторды қолдану сіздерге күшті нәрсені берді деп ойлаймын. Өйткені кейбір нәрселерді осындай тексеру керек нәрселер болады. Яғни функцияның басында не істеп жатыр, функция орындалады, одан кейін не істеп жатыр деген сияқты. Соларды көру мақсатында осыны жасап шықтық. Ішінде time модулінде қолдандық, математикалық модульдерді қолдандық. Енді бұл жерде math pro, яғни А-ның бірінші дәрежесін алу деген сөз. Функцияда факториалда А-ға дейінгі сандардың барлығын факториалын алу. Қосу деген функция білесіздер, екеуін қосып экранға шығартқыздық. Функция, мына жерде енді бұны функцияны алып тастасақ та болады. Өйткені функцияның атауы жазылады мына жерге. Біз қандай функцияның атауын бердік, сол жазылады. Және қанша секундта жұмыс істегені туралы көрсетеді. Ctrl-Shift тырнақшамен бір орындатса тағы да. Дәреже мына секундта жұмыс істеді, мына секундта жұмыс істеді, мына секундта жұмыс істеді деп бізге. Келесі сабағымызда тағы бір бөлімді өтеміз. Iterator деп аталады Pythonда. Iterator бөлімін жеке өтетін боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.